Сәлем. Бүгін біз дүниежүзі елдерін аймақтарға аудандастырудың қолданбалы аспектілерін қарастырамыз. Бұл тақырып география, экономика және саясат тұрғысынан маңызды. Дүниежүзі елдерін белгілі бір критерийлерге сәйкес аймақтарға бөлу процесі аудандастыру деп аталады. Бұл критерийлерге географиялық орналасу, экономикалық даму деңгейі, мәдени және тарихи ерекшеліктер жатады. Саяси аспектілер аймақтық жіктеу мемлекеттер арасындағы ынтымақтастықты күшейтуге көмектеседі. Мысалы, Еуропалық одақ, ТМД, Шанхай ынтымақтастық ұйымы сияқты құрылымдар белгілі бір аймақтардың ортақ мүдделерін қорғайды. Экономикалық аспектілер әлемдік экономикада аймақтық интеграция маңызды рөл атқарады. Сауда блоктары, кедендік одақтар және еркін сауда аймақтары осы аудандастырудың нәтижесінде қалыптасады. Әлеуметтік мәдени аспектілер әрбір аймақтың өзіндік мәдени ерекшеліктері бар. Латын Америкасы, Батыс Еуропа, Таяу Шығыс елдері тарихи, діни және тілдік факторларға байланысты ерекше топтастырылады. Климаттық аймақтар мен табиғи жағдайлар елдердің ауыл шаруашылығы, өнеркәсіптік даму және табиғатты қорғау саясатына әсер етеді. Аймақтарға аудандастыру бұл елдер арасындағы қарым-қатынасты түсінуге және жаһандық мәселелерді шешуге көмектесетін маңызды құрал. Ол саясаттан бастап экономика мен мәдениетке дейін көптеген салаларда қолданылады.